Достар, сіздермен бірге The Blogger арнасы. Әдеттегідей біз бүгін кереметтей осындай Food Draft дейтін ойында, 19 дейтін ойында ойнайтын боламыз. Менің составым мынандай, міне жақсы игроктардан құралған. Мен бұларды көп жинадым видео үшін. Көптеген пактар аштым. Өзіме осындай иконалар жинадым. Сіздерге осындай ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер, және лайктарыңызды бассаңыздар. Және екінші бөлімін жалғастыратын боламын, және басқа да видеоларын түсіріп тұратын боламын. Міне мынау видео қарасаң тегін не береді. Қарап тастайық, қазір спешл пак береді бізге. Осындай видеоларды ұнатпаймын, сонда да қарауға тура келеді пак үшін. Жақсы, міне пакты басамыз. Жақсы игрок түссе жақсы болатын еді. Керемет деп айта алмаймын. Тек қана бір спешл пакпен шектелді. Бұл жерден жақсы игроктар түсе қоймайды. Сондықтан мына жерге кіріп өзіміздің жаңадан шыққан 3 пагымызды шайға. Мынау жақсы пак, 81+ дейтін. Бірақ бізге маған ұнамайтын игрок түсті. Ал спешл пактан жақсы игрок түседі деген ойдамын. Жақсы. Икона! Достар, икона! Икона! Кім түседі? Икона! Аргентина! Кумир! РВ! Занетти! Занетти, достар! Бұл жақсы икона. Бұл РВ келемет келетін икона. Менде иконаларым толықтырып тұр составтағы. Және керемет бұл пак. Бұл пакта жақсы болу керек. Лемар. Лемар. Бұл да жақсы пак. Лукаку. Жанында Лукаку бар және. Керемет Лукаку ұстап берді бұл пак. Мына жерден мынаның біреуін, сосын қалғанынан жаңағы Gold Elite пактардан ашатын боламыз. Ал ештеңе түскен жоқ бұл жерден. Енді мынадан ашатын боламыз. Көрейік, мүмкін бір жақсы игрок түсіп қалатын шығар. Марес. Бұл да жақсы игрок. Жаман деп айтуға келмейді. Жақсы, көрейік. Ал бұл не екен? Бұл бізде Филиппе Луис. Жақсы, соңғы пагымызды ашайық. Жақсы. Ал мынаны ашып көрейік енді. Осылардан жақсы игроктар түсу керек негізі. 130 мыңның пагын сіздер үшін ашып отырмын. Жоқ. Информ. Фичино. Мен күткенім бұл емес еді. 97 мыңға мына пактан ашып көрейік енді. Бұл пак Чемпионс Лиганың пагы. Марсиаль. Онша көп қажет емес Марсиаль. 81+ пактан ашып көрейік енді. Бұл пактан да ешқандай игрок түскен жоқ. Бірақ бізде осы жолы бізде Канаваро, Неймар, Суарес дейтін игроктардың жанына Занетти дейтін керемет Кумир қосылып отыр. Мен өзім негізі Гризман дейтін игрок жақсы көремін. Өзімнің сүйікті игрогым. Ол міне 89 алдында ғана ұстап алған болатынмын. Енді онлайн драфт дейтін ойындар бар. Сіздерге соның үшеуінде көрсете кетейін. Бірінші онлайн драфттан бір ойын ойнап кетейін. Сіздермен бір ойын ойнап көрсетіп кетейін сіздерге. Бұл ойын жақсы ойын, кіріп ойнауларыңызға болады.
кірсеңіздер өкінбейсіздер. Негізгі өзім бұл ойынды көптен бері ойнап келе жатқан жоқпын. 1 ай көлемінде ғана болып қалды. Міне 5-ші левелдің қарсыласы түсті. Сонда да біздің өзіміздің игроктармен матчты бастаймыз. Біз бұл жолы премьер лиганы таңдаймыз. Атакаға енді бір премьер лигадан жақсы игрок түскен. Біз Мессиді алып кетеміз мынадан. Тосун дейтін игрокты аламын. Премьер лига құрап атырық біз. Премьер лига керемет. Жақсы игрок түсті. Мессиді аламыз одан. Керемет. Сигурдсон. Керемет игрок Сигурдсон. Тосунмен әдемі үйлеседі. Қазір Мессидің орнына бір жақсы игрок аламыз деген ойдамын. Оған дейін Рэмсиді аламыз. Қазір жақсы бір премьер лиганың игроктарынан шығады деген ойдамын. Конголоны аламыз. Және Ван Дайк. Керемет үйлеседі біздің командаға. Осы игроктарды алсаң керемет игроктар негізі. Біз Пикені аламыз, өйткені неміз жоқ, выбор жоқ. Бізге Магуайр керек. Негізі Магуайр жақсы, бірақ Пикені өзгерту керек. Ян Облакты алады, мен Алисонды алатын боламын. Керемет, мен бұл жолы воротарды қарамаймын, мен үшін сывы керек. Керемет, Лабордан аламыз. Керемет, біздің адамдарымыз керемет дамып келе жатыр. Мына адам менің адамымды алып кетті, жақсы. Вратарды ала салайық. Рейтинг үшін Павленканы аламыз. Вратарлар керек емес бізге. Бізде Алисон бар. Алисонды алдық, енді бізге Эсті керек. Эстіні алуымыз керек. Менің Эриксонды ұрлап алып кетті мынау. Жақсы. Бұндайларды кешірмеймін. Қазір бір Эсті түсем ба десем. Бірде бір игрок түскен жоқ нормальный. Оған жақсы игрок түсіп, маған бір нормальный игроктар түскен жоқ. Бәрібір аламыз. Стюарт. Керемет. Рахмет. Қарсыласым маған жақсылық жасады. Жақсы адам екен өзі бір жақсылық жасайтын. Премьер лига ол қазір Бускетсті алады. Фабиньоны қоямыз ана жерге. Конголо, Александр Арнольд, Жорж. Қағызық команда шығатын сияқты бізден. Премьер лига. Сымы керемет. Погбаны ауыстырамыз, Фабиньоны ауыстырамыз. Эстіға сосын бір керемет игрок болсан, жақсы болатын еді. Өтініш. Енді ештеңе шықпады. Тәріштегенді алып кетеміз мынадан. Бермеймін саған тәріштегенді. Өзімізге алып қаламыз. Бұл ойынның ережесін түсінген шығарсыздар. Фуддрафт жинап, кімнің рейтингі көп болса, сол жеңеді. Сол үшін біз рейтингті құрау үшін құрап атырмыз. Видалаврик енді. Видалаврик мына жерден жақсы защитник күтем. Марино Лаврик. Қалғандар келіспейді біздің составға. Мариноны аламыз алдан. Ала берсін кез келген өзіне қалағанды.
Коке Диего Коста ол Ла Лиганы құрап жатыр. Кокен ала берейік ал, енді мына неққа қоюға мәжбүрміз. Жақсы, Сёрж неққа қоямыз, Погбаны неққа қоямыз, Фабиньоны неққа қоямыз. Элва жоқ бізде. Енді 184 болып қалуына мен жол бергім келмейді. Мына бәлені енді қойып көрейік жаңағы адамды. Лапорта бармыз бізде. Неге ауыстырмаймыз, не? Бар екен ғой, жаңағы Элваны анеққа қойсақ. 180 бізге ауыспады енді. Бір жері дұрыс емес біздің командада. Эсті дұрыс емес шығар мүмкін. Эсті жоқ бізде. Нормально. Бірінші қылып түзеу керек мына бәлені. Бізде не жоқ па? Жаңа Кокен неққа жөрсекші. Дұрысталмайды енді. Мүмкін Элманы неққа жөреріміз жоқ, рейтинг түсіп кетеді. Бірақ жақсы, тосын дейтін адам жақсы тұр. Бірақ рейтинг түсіріп тұр. Жақсы, мен енді түсінбейтім. Рейтинг мықты болмаса да енді дайын боламыз енді. Ал мен жеңілетін сияқтымын бұл жолы. Жақсы, керемет, 184, 12, 185. Жеңіп кетті мені, өкінішке орай. 186 болды, 188 болды. Жеңген анық, енді мойындаймыз жеңгенін. Енді жақсы достар, сіздермен бірге мынанда көрсетіп жіберейін. Бір рет көрсетсем де осымен видеоны аяқтайтын боламыз. Ол бізде игроктарды алмастыру деп аталады. Содан сіз бағасын ұсынасыз, ол алатын алмайтынын айтады. Бізде жақсы игроктар бар. Соның ішінде шығып кетті бір адам. Жақсы, күтеміз. Қазір сіздермен өзіміз ашып көреміз. Ал ане кірді біреу, ал кеттік алды. Икарди жібереміз бірінші. Мұнға Икардиді ұсынамыз. Және Санчес шығып кетті бізбен келісім жасамай. Осылай игроктарды алмастыруға болады. Мына игроктарға қараңыздар, керемет. Мен бұны еңбегіммен көп уақыт бойы жинадым. Бұл ойыншылар. Мына игрок, мысалы, ең мықты игроктардың бірі Суарес, Неймар, Канаваро. Бұлардың бәрі мен үшін қымбат. Осымен видеоны аяқтаймыз. Сіздермен болған The Blogger арнасы. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.